Кітапхана оқырмандар ордасы, талпынғанға ең алғашқы қолдаушы. Қажет өтеу кітапхана парызы, іздегенді бағыттаушы жолбасшы. Кітапхана ғасырларды жалғайды, төзім өткен ғалымдардың талайы, ғұламада данышпан да кемеңгер, дана ойлы, парасаттың сарайы. Бүгінде Мұхтар атын қастерлеген қара шаңыраққа биыл 70 жыл толып отыр. 70 жыл тарихы бар кітапхана қала тұрғындарына қалтықсыз қызмет етіп келеді. Бақтарып құт қонған бұл қара шаңырақ білім ордасы Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана филиалының меңгерушісі Махмұтова Анар Жамантайқызы бастаған ұжым ауызбіршіліктің арқасында кітапхананың жұмысының өркендеуіне зор үлес қосып, оқырмандарымен бірлесіп, бірнеше мәдени іс-шара өткізді. Киелі руханият ордасы уақыт озған сайын қоғам дамуынан қалыспай ілесіп, өркен жая түсуде. Кітап қорында 28 мыңнан астам кітап қоры мен 4 мыңға жуық оқырмандары бар бұл кітапхана қалалық, облыстық іс-шараларға қатысып, оқырмандары жетістікке жетуде. Қаншама ғылыми-техникалық прогресс болып, электрондық ақпарат құралдары, ақпараттық басқа да көздері көбейгенмен кітапхананың алар орны бөлек. Сан ғасырлар бойы адамзатты білім нәрімен сусындатып келген рухани қазына ордасы, кітапхана оқырмандарына жұмыстың жаңа түрімен қызмет етіп, өздерінің жұмыс саласында жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана қызмет көрсетуде. Оқуға ұмтылған әрбір жас ұрпақтың санасын, дүние танымын ақпарат арқылы кеңейтіп, жан-жақты білім алуына және белгілі бір мамандық иесі болып шығуына көмектесетін бірден бір оқу орталығының бірі кітапхана. 21 ғасырда кітапхана білім мен ғылымның дамуына өз үлесін қосып, заман талабына сай жұмыс істеп келеді. Жарты ғасырдан астам оқырмандарына қызмет еткен қара шаңырақ мерейтой аясында кітапханамыздың 70 жылдық мерейтойы және тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай адалдық алаңы, парасат жолы бұрышында бірнеше ауқымды іс-шаралар өткізді. Бүгінде кітапхана талай жетістіктерге жетіп, биік шыңдардан көрініп келеді. Оқырмандарға мейлінше мерейін төгіп, кітап пен кітапхананы қатар алып жүрген кітапханашылар Жезқазған қалалық кітапханашылар арасында байқауда үздік кітапхана кубогын Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана ұжымы жеңіп алды. Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі арасында білікті маман білімнің көшбасшысы атты сайыста Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана филиалы бірінші орынды иеленді. Кітапхана меңгерушісі Махмұтова Анар Жамантайқызы үздік кітапханашысы төс белгімен және жылдың үздік кітапханашысы дипломмен марапатталды. Абонемент бөлімінің оқырмандарға қызмет көрсету бөлімінің кітапханашысы Жанибекова Айникен Байдешқызы Жезқазған мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінен ізденімпаз кітапханашы кәсіби шеберлігі үшін номинациямен марапатталды. Оқу залының оқырмандарға қызмет көрсету бөлімінің кітапханашылары Оспанова Гүлайым және Жүніс Ақбаян, Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан кітапханаларының альянсы төрағасы, жыл жаңа есім жобасының жеңімпазы Жолдыбалдинов Нұржан Нұрланұлының ұйымдастыруымен өткен кітапхана саласында жаңа технологиялар мен платформаларды пайдалану атты семинарға қатысқан үшін сертификат пен алғыс хатпен марапатталды. Кітапхана оқырмандары облыстық, республикалық деңгейде байқауларға қатысып, жетістіктерге жетіп марапатталды. Инабатты да білікті, еңбекқор, табиғатынан зиялы, кез келген қиындыққа төтеп бере алатын кітапханашылардың игілікті істері қоғамға әрдайым қажет. Ендеше, білім бұлағының қайнар көзі кітапханалар сарқылмай өрлеп өркендей берсін. Биіктей бер, мақсат үлкен шаңырақ, тануда әлем алдың нұрлы шамшырақ. Ой еңбегі жарқырасын өміршең, ғылым білім өркенде өз болашақ. Мерей тойларыңыз құтты болсын, кітапханам.